Так, бүгінгі тақырыбымыз үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер. Кез келген үшбұрышқа іштей сызылған шеңберді салып үйренеміз. Біздің өткеніміз, так, қараңыздар. Кез келген бізде үшбұрыш бола қойсын. Соның ішіне іштей шеңбер салынатын болса, мен центрді мына жерден таңдап ала қояйын. Қандай нүкте бұл? Инцентр, иә, бисектриsalардың қиылысқан нүктесі. Келісеміз ғой? Мен шеңберін өздеріңіз салып алсаңыздар болады мына жерден. Так, мақұл, көре салайық. Мінекей, шеңберін салдық. Қараңыздар, мына бір түзу бар ғой. Мына бір түзу менде немене? Радиус, иә. Осы менен мыналар тең емес па? Әр радиус немене болып түседі? Табанына перпендикуляр және де биіктік болып түспей ма? Дұрыс па? Биіктік болып түседі. Бірақ бұл мына бір биіктіктің жалғасы ма? Жоқ, жалғасы емес. Мына түзу сынық болуы мүмкін. Үшбұрыштың қабырғасы айтпадым ғой. Нерген түзу келіп шүт қисайып кетуі де мүмкін, да? Түсіндіңдер ме? Бұл бисектрисаның жалғасы болмайды ол. Бисектриса табанына тік бұрыш жасап түспейді всегда. Әрқашан. Бисектрисаның жалғасы жеріне тигізетін болсам, ол менде мына жерге биіктік құсап түспейді. Ол үшін тең бүйірлі болу керек нерден шығу үшін. Мына жерге сынық та, сынық. Қалай айтсам болады? Так. Мынандай бір үшбұрыш салсам, қарашы. Қисық үшбұрыш салам да, мына бұрыштың бисектрисасын жүргізейік. Қалай өтіп кете ма? Биіктік қайда түседі? Биіктік не өтіп түседі? Бисектрисаның жалғасы ма екен биіктік? Жоқ, биіктік демедім ғой. Жоқ, енді биіктік болып түсіп тұр ғой мына жер радиус. Жоқ, бірақ анау сызықтың жалғасы болып тұр ғой. Бисектриса сынық деймін мына жер. Былай келеді да, бийтіп кетеді ол. Әрқашан мына жерде түзу сызық болмайды деп жатырмын. Ол түзу сызық болу үшін бізде тең бүйірлі болу керек. Мына тең бүйірлі болады. Осы жағдайда мынаның бисектрисасы табанына биіктік құсап түседі. Міне нерде шеңбері болады. Бисектриса нерге дейін кетті, өтіп кетеді. Биіктік түсірсем де тура сол бисектриса құсап кетеді. Екеуі бірдей болады. Бисектриса шығып атқан бұрышы бар ғой, түсіндіңдер ме? Осы төбесі немене болу керек мынау? Тең бүйірлі үшбұрыштың төбесі болу керек. Сол жағдайда ғана бисектрисамен биіктік беттесіп кетеді. Бір сызық болып кетеді. Мына жерде қазір қисайып келгенде былай түсе саған. Бірақ сол точкасы инцентрде кездесіп тұр бәрі ке? Кездесіп тұр, иә. Бір жерде кездеседі. Қисық жолмен жүріп кетті, кездеседі. Анау ар жақтан кетті, кездеседі. Нерде жолығып тұр олар. Түсінікті ма? Ол екеуі беттесу үшін немене болу керек? Бисектрисаның шығып атқан төбесіне қараймыз. Мына қабырғасы мен мына қабырғасы, бүйір қабырғасы тең болса, онда бисектрисамен немене болады? Бисектрисамен биіктік екеуі беттесіп кетеді, екеуі бір түзу болады. Осындай жағдай екен. Енді, так, осыған байланысты бізде қандай формула береді? S тең жарты пи көбейтілген R де. Бұл бойынша не тауып ала саламыз? Үшбұрыштың ауданын табамыз. Мынау жарты периметр, иә? Үшбұрыштың жарты периметрі. Жарты периметр дегеніміз немене? Мынау менде А, мынау Б, мынау С болатын болса, иә, А плюс Б плюс С бөлінген немене болады? 2 бола салады. Мынау менде жарты периметр екен. Тоже қорсап қойсаңыздар болады. Мынау менде үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің центрі, радиусы. Кішкентай ермен жазып отқан соң іштей деп қабылдаңыздар, үлкенер болса сырттай деп қабылдай беріңіздер. Енді біз армен қарап жалғастырсақ. Кез келген үшбұрыш үшін мынандай бір формуланы білеміз. Тағы да қандай формулалар білеміз? Не өттік біздер? Тік бұрыш үшбұрыш қарастырдық қой, иә? Тік бұрышын қарастырдық. Осы жағдайда не қызықтар орындалады? Так, примерно жерде болады, иә? Былай түсе қойды. Так, нерде центрі бар? Мінекей, біздің шеңберіміз. Енді қараңдар. Мына бір ұзындық пенен мына бір ұзындық тең ғой, дұрыс па? Жанама түзулеріміз бір-біріне тең болады, иә? Мына екеуі менен мына екеуі тең. Және де мыналар бір-біріне тең. Себебі шеңберден тыс жатқан нүктеден осы шеңберге жанама жүргізетін болсақ, екеуі де бір-біріне тең болады. Ендігі бір қызық жағдай. Мына қабырғасы бізде мына жердің ұзындығы немене болып кетеді? Мыналар тең емес па, иә?
Ерде мен квадрат бөлінеді деп айтып едім ғой. Квадрат бөлінеді, r болады. Нерге немене қалады? А минус r. А деп қабылдайтын болсақ осы жерде түгелменен. Мына жерге менде а минус r қалады. Ол а минус r нерге өтіп кетеді, иә? b минус r. Так, общий бізде b деп алатын болсақ мына жерді. Мына жерге неме қалады? b минус r қалады. Ол мына жерге не істейді? Тоже өтіп кете салады. Екеуінің қосындысы қандай? Бұл менде с. Осы екеуін қосқан жағдайда қандай формула шықты бізде? b минус r қосылған мынау дейтін болсақ, радиус тең болды а плюс b минус с бөлінген 2 деген керемет формуламыз шықты, иә? Тік бұрышты үш бұрышқа сыйсылған деп. Тағы да біз екінші формуласын қорытып өтіп едік қой. Естеріңізде ме? R тең немене болды? AB астында A плюс B плюс S еді. Енді ыңғайлысы бұның қайсысы? Ыңғайлысы мынау. Осы формуланы қолдана берсек болады. Және де бізде ең қызық жағдай бар. Осы кезде мен сіздерге бір эксперимент ретінде айта кетейінші. Мына екі ұзындық бар ғой, b минус r мен a минус r-ді көбейтіп көрейікші. Қызық болсын. Эксперимент жасап көрейік. b минус r көбейтілген немене? a минус r. Осы екеуін көбейтсек. Қалай көбейтеміз? Мынаған көбейтем ба? ab минус br сосын минус ar плюс r-дің квадраты. Осы немене шығады? Соңында апарып көрейікші осын. Так, r-дің орнына немене қойсақ болады? Осын соңына апарып көрсек. Немене шығады? Видеоны паузалады. Так, қараңдар. Мына екі формуланы қайсысын қоямыз сонымен? Ана жерге. Мынаны қойсаңыздар да болады, мынаны қойсаңыздар да болады. Біздер енді давайте мына жерде AB-ның көбейтіндісі тұр. Мына бір формуланы қолданып көрейік та. AB-ны өрнектейтін болсам немене болады? Мынаға не істейді? Көбейтіліп келеді. Мынаның орнында аша салайық. Так, R-ге бәрін көбейтіп шығатын болсақ, AR плюс BR плюс CR минус BR минус AR плюс R квадрат, иә? Мыналар кетеді ғой? Мыналар кетеді. Сонда CR плюс R квадрат қалады екен, иә? Екеуінен нені шығарам? R шығаратын болсам, C плюс R ғой. Так, енді R-дің орнына немене қойсақ болады? C плюс дейді. C-ның қосындысы керек. Бізді C-ның минусын алып келетін болсақ ол жерге. Қараңдар, C қосынды ғой. Мына C-ның минусына бір формуланы әкеліп қоятын болсақ, R-дің орнына кеттік. A плюс B минус R бөлінген 2 сыртына. Енді ішінен не істейміз? A плюс B минус S бөлінген 2, дұрыс па? Ортақ бөлім берейікші наға. 2-ден береміз, иә? 2-сі бола ма? 2-сірден сыны зайсам немене болады? С қалады, иә? Сыртындағы, мынау немене? Ау? Минус r. Мына жер ма? С. Так, мынау немене менде негізі? Негізі R, иә? Мына ішінен немене шықты? Бұл немене? Жарты периметр, иә? Сонда S тең жарты периметр мен радиусты көбейтсем немене шығады? Шеңбердің ауданы емес па, иә? Байқадыңдар ма? Немене шыққан? Біздер мына екі кусокты көбейтетін болсақ немене шығады екен? Аудан шығады екен. Онына бір шетке бір жазып қоя салайық. Так. Шеңберден кейін бөлінген екі кусок бар ғой. Мынаны былай жасай салайық. С1, мынаны С2 дей салайық. Түсінікті ма? Гипотенузаның бөлінгені ғой, шеңберді өткізгеннен кейінше. Так, мінекей. Осы бөлінген жағдай, осы екеуін көбейтетін болсам. S тең болады екен неменеге? Осы екі ұзындықты беріп қоятын болса, көбейтсек бізде шеңбердің тік бұрышты үш бұрыштың несі шығады екен? Ауданы шығады екен. Қандай жағдайда орындалады екен? Тік бұрышты үш бұрышқа іштей шеңбер салған кезде
мынандай бір екі ұзындық көбейтілетін болса шығады екен. Немесе ол сыбыр мен с қай жерде орналасады? Мына екеу емес пе? Сыбырың мына бетке өтіп кете салады ғой. Себебі мына ұзындықпенен немене? Мына ұзындық тең, иә? Сыбырды мына жерге қойсам да болады. Мына с2-ні мына жерге де қойсам болады. Ар жағы емес, мына жерге қойып қою мүмкін да. Түсінді ма? Болмаса, мына екі қабырғасын беріп қою мүмкін. И іштей сылған нені береді? Радиусты беріп қояды. Так, бізде А, Б және де Р. Осы жағдайда керек па өз бірдеңе? А-Б-ның өзімен аудан шығып кетеді, иә? Ол жерде ақпарат бізде артық болады. Сондықтан мына екеуін бізде толық жазбайды екен. Түсінді ма? Осын жазбайды да, тек мынаны бере салады. Қандай ақпарат бермейді сіздерге. Алды.